Құрметті көрермендер, Таңшолпан бағдарламасы жалғасуда. Біздің студиямызға әдеттегідей келген қонақтарымыз бар. Студия төріне шақырайын. Төрлетіңіздер. Қош келдіңіздер. Жайғасыңыздар. Көңілдеріңіз қалай? Рахмет, жақсы. Ал құрметті көрермендер, бүгінгі студия қонағы, яғни самбодан әлем кубогы кезегінің жеңімпазы Асылбек Әлкей бүгін студиямызда, және самбо федерациясының баспасөз хатшысы Айнұр Манасқызы студияға келді. Көңілдеріңіз қалай? Жақсы, Құдай деп. Алғашқы жеңістеріңізбен жетті, тағы да құттықтайын. Рахмет болсын. Рахмет. Және қазір ғана біз барша көрермендердің назарына тартып өткен бейне сюжетте көрсетілгендей, яғни барша ерекшеліктері осы ойын туралы айтып берсеңіздер. Қалай өтті? Қандай қарсыластар болды деген сияқты? Енді былтыр 17 мемлекеттен қатыса, ал биыл 19 елінен 350-дей палуан қатысты. Енді жарыста біздің спортшылар жақсы дәреже көрсетті. Енді әртүрлі салмақта біздің спортшылар 5 алтын алды. Бұл қуантарлық жағдай ғой. Енді Асылбек мырза тағы да қуанышты осы жеңіспен құттықтайын. Және осы ойында басты қарсыласыңыз кім болды сіздің? Кімнен қауіптендіңіз? Осы жаңа биыл осы болған жарыста мен негізі мынау Ресей палуандарын мықты палуандар алып келеді деп күткем негізі өзім. Бірақ о жақтан бір-ақ палуан келді біздің салмақта. Қалған енді мықты қарсыластарым жаңа грузин палуандар болды. Менің салмағымда 3 грузин палуан болды. Біреуі әлем чемпионы болды. Екеуі әлем чемпионатының жүлдегері болды. Сол грузин палуандары негізі менің бас қарсыласым болды. Сол екеуін біреуін полу жартылай финалда, біреуін ақтық финалда жаңа жеңдім грузин палуандарын. Оның алдында жаңа ресейлік палуанды жеңдім. Енді самбоның отаны Ресей деп жатады ғой. Ресейлік палуандарды біздің палуандар жеңуге болады екен ғой демек? Жеңуге болады. Мен тағы да айтатыным, жаңа былтыр мен күрескенде былтырда бірінші орын алдым. Сонда мен бірінші орын алдым, екінші, үшінші орындарды Ресей палуандар алды. Енді былтыр Ресейден келген жаңа сол бірінші номерлі палуандар, жаңа Валий Куржев, Юрий Сайфудинов деген жаңа мықты палуандар келді. Мен соның бәрін жеңдім былтыр. Биыл мен бірінші орын алдым. Менен кейін екінші, үшінші орын алған палуандар грузин палуандар болды биыл. Соны енді жаңа өзіміздің үйде болғандықтан енді намысқа тырысып сол айту. Енді жаңа жанкештілік танытып, сол жерде енді жанкүйерлердің алдында жанкүйерлерді жерге қаратпай енді қолдан келгенше күресіп оттық міне. Самбоның отаны өзгеріп баратқан сияқты десеңіз. Енді ол жоқ, ол өзгерген емес. Мен негізі өзім жаңа күресуге шыққанда мен ол қай жақтың палуаны оның атақ дәрежесіне қарамаймын. Менің өзімнің атақ дәрежем өзіме жетеді мысалы. Олар мен ешкімнен оны жаңа несін кілемге шыққанда қаймықпаймын, қорықпаймын мысалы. Қалай шамам келгенінше күресемін. Өзімнің жоспарымды, сол белдесуге деген жоспарымды құрам, өз-өзіме сенімді боламын, күресіп жаңа соңында уақыт біткенге дейін барлық мүмкіндігім пайдаланып күресемін мен. Сондықтан ол ресейлік палуан, ол грузиялық палуан деп мен оның несіне, ұлтына не болмаса атақ дәрежесіне қарамаймын. Бәрекелді. Енді ортақ сұрақ қойып отырайын. Жалпы осы біздің елімізде осы самбо спорт түрі қалай дамуда, қай деңгейде және жастар арасындағы насихаты қандай? Мен ойлаймын, осы тәуелсіз мемлекетімізде самбо күресі өте жақсы дамып келеді. Енді жастардың қызығушылығы бар ғой? Иә, жастардың қызығушылығы бар. Бізде бұл самбо күресі совет заманынан бері қарай жақсы дамыған, жақсы жаңа бұрын мықты күрескен бізге үлгі болатын сол ағаларымызға қарап мысалы біз өстік. Жаңа ең бірінші әлем чемпионы болған жаңа қазіргі таңда жаңа марқұм болып кетті енді Қанат Байшолақов ағамыздан бастап жаңа Айтжан Шаңғараев аға, сол кісілер мысалы, сол кісілердің салып кеткен жолы. Қазір біз Алмас Мұсабеков деген ағамыз бар. Қазір біз мысалы Ресейге барсақ та, Белоруссияға барсақ та бізді қазақтарды самбошылары бізді жаңа үлкен құрметпен қарсы алады. Себебі бұрын біздің ағаларымыз сол өздерін сол күрес арқылы дәлелдеп кеткен. Бұл Қазақстанда қазақтары бар, күрес алады. Самбо болсын, жаңа дзюдо болсын, жалпы бізде Қазақстанда күрес жақсы деңгейде дамыған. Сондықтан сол жаңа бұрынғы сол салып кеткен ағаларымыздың жолының арқасында қазір бізге деген олардың көзқарас болғанда жаңа андай сыйластық көзқараспен бізге қарайды, бізді мойындайды. Сондықтан бізде қазір жастардың арасында да қазір міне ақырындап бұл самбо күресі мысалы жаңа мынау жабық недегі ғимараттағы Азия ойындарының бағдарламасына кірді, жаңа дүниежүзілік универсиада студенттер ойындарының бағдарламасы. Сондықтан қазір жастар арасында жалпы мемлекет тарапынан болсын үлкен қызығушылық нелер бар, даму, прогресс бар.
Ай, тамаша. Енді осы тұста бізге қоңырау шалған көрерменіміз бар екен. Бәлкім сауалы бар шығар. Шаһарымыздан қоңырау шалған Назерке есімді көрермен. Назерке, тыңдап тұрмыз. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Кішкентай ғана тұрғанымыз біздің саламатсыз ба? көрерменіміз. Мен ағамыздан сұрайын деп едім, қалай спорт жолына келді, қалай үйренді, осыншама адамдарды жеңіпті. Асылбек мырза тікелей сауалды өзіңізге қойды. Рахмет сауалыңызға. Бұл енді қалай келді дегенде, бұл негіз біз күрес деген біз қазақ халқының, оның ішінде мынау ауылдан шыққан жастардың бәрі күреспен айналысады деп ойлаймын. Бұл қанымызда бар дүние. Сондықтан жаңа біздің жас кезімізде енді бұндай жаңа телевидение қатты дамымаған, бұндай жарнамалар, жарыстар қазір мысалы Құдайға шүкір ғой, спорттық каналдарда бар біздің өзіміздің елімізде көрсететін. Ол кезде жаңа бір газет журналдан бір жерден көрсек, не болмаса жаңа үлкен ағаларымыз, әкелеріміз көрсетеді, осындай палуан ағаларым бар деген сияқты. Сол мен өзім бала кезімде мысалы жаңа Дәулет Болатұлы Тұрлыханов ағамыздың кітаптарын оқыдым. Сондықтан сол қызығушылық болды. Және де сол өзімнің ағам, менің әкемнің туған інісі, сол осы Алматыда дене шынықтыру институтын бітіріп, самбо күресінің мамандығы бойынша бапкер болып келгенде, сол мені ең бірінші алып келіп, сол күреске қатыстырған, сол мен бірінші бапкерім. Сол қазақ күресімен, самбо күресімен айналысып, содан ары қарай жаңа енді шеберлігімді шыңдау үшін осы Алматы қаласына келдім, спорт туризм академиясына түсіп, соны оқып, жаңағыдай осы жақта жаңа бапкерлерім енді ары қарай менің осы спортта жаңа жетістікке жетуіме үлкен көп көмегін тигізді. Сондықтан негізі ең басты адамның өзінің ынтасы, құлшынысы болу керек деп ойлаймын. Әйтпесе ол ынта жігер болмаса, кішкене құлшыныс болмаса, қанша не қылғанмен нәтиже болмайды. Сондықтан өзімнің осы күреске деген, соның ішінде самбо күресіне деген нем болды да, құлшынысым, қызығушылығым болды. Сондықтан мен осы бүгінгі таңда осындай біздің кішкентай ғана қазір осы сауалды жолдаған Назерке есімді көрерменіміз толық жауабын алды деп ойлаймын. Енді тағы да біздің сонау Тараз шаһарынан қоңырау шалған көрерменіміз бар екен. Тыңдап тұрмыз, Нұртас есімді көрерменіміз. Қайырлы таң, Асылбек мырза. Саламатсыз. Кезекті жеңісіңіз құтты болсын. Рахмет. Самбодан көп адам мысалы жеңімпаз болғандарын адамдардың көп біле бермейді, бокстағы сияқты. Мысалы біз тек қана бокс өнеріндегі, спорттың бокс түріндегі жеңімпаздарды көбірек білеміз да самбодан қарағанда. Оның себебі неде, соны таратып айтып берсеңіз. Жарнама жетпей ма? Ол рахмет сауалыңызға. Ол себебі болғанда енді бокс деген мысалы біздің енді елде, біздің мемлекетімізде номер бірінші спорт деп айтса қателеспейміз енді. Өйткені енді оның жаңа осы былтыр өткен әлем чемпионатында өзіміз Қазақстанда, Алматы қаласында 6-1-дей жаңа боксшымыз финалға шықты, соң 4-еу алтын медаль алды. Оған қоса жаңа бұл бокстың тағы кәсіпқой бокс деген түрі бар. Бұл енді бүкіл әлемде ең дамыған спорттың бірі. Сондықтан енді ол боксқа жаңа жарнама да көп. Сондықтан енді бұл күрес болғанда, оның ішінде самбо күресі жаңа бұл енді олимпиаданың бағдарламасына кірмегендіктен, бұған енді өкінішке қарай насихат сәл аздау болып жатыр. Сондықтан деп ойлаймын, енді бұл қазір жаңа мен қатты мысалы танымал емеспін, себебі мен танитын адамдар осы күрестің самбо, дзюдо, жаңа осы күрестің айналасында жүрген адамдар ғана таниды мені. Өйткені мен жаңа жарқат күнде теледидардан көрсетпейді. Сондықтан деп ойлаймын, жалпы мысалы бір жарыстар болса да, мен жаңа республикалық деңгейдегі болса да, оны көп неден не қылмайды, жарнамалап көрсетпейді. Сондықтан сол бәрі соған байланысты деп ойлаймын жаңа. Енді бүгіннен бастап сізді барша көрермен тануы тиіс, өйткені таңертеңнің таңшылығын бағдарламасы көптеген көрермені бар. Қазақстан ұлттық арнасы баршаға жария етті. Тағы да біз жеңісіңізбен құттықтаймыз. Және осы самбо федерациясының хатшысы болып жұмыс істегеннен кейін осы спортқа өзіңіздің де қызығушылығыңыз бар шығар? Бар, әрине. Енді біздің спортшыларымызға әрқашанда биіктен көрініп, көк байрағымыз желбірей берсін. Әдемі тілекпен қорытындылады. Енді осы тілекті өзіңіз жалғастырсаңыз, біздің арнамызда тамашалап отырған барша көрерменімізге таңғы тілегіңізді айтсаңыз. Мен жаңа бүкіл қазақстандықтарға, отандастарымызға барлықтарына енді айтарым, бірінші жаңа басты байлық денсаулық дейді ғой, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Ол денсаулық мықты болу үшін ең бірінші салауатты өмір салтын ұстану керек. Спортпен айналысыңыздар. Ол мейлі күрес болсын, мейлі бокс болсын, мейлі жеңіл атлетика болсын. Ең бастысы спортпен айналысыңыздар.
Осы елімізде осындай бейбіт заман болсын, бұның бәрі осындай жарыс болып жатқан елімізде, осындай жетістікке жеткеніміз бәрі осы бейбітшілік заманның арқасында. Сондықтан аман болайық, жақсылық болсын елімізде. Айтқаныңыз келсін. Құрметті көрермендер, бүгінгі студия қонағы болған самбодан әлем кубогы кезеңінің жеңімпазы Асылбек Әлкей және самбо федерациясының баспасөз хатшысы Айнұр Манасқызы. Және біздің барша қазақ елінің батырлары, жалпы қазақ елінің барша жұрты сіздей азаматтан тағы да жеңіс күтеді. Соны ұмытпаңыз, Асылбек мырза. Және көптен көп рахмет студиямызға уақыттарыңыз бөліп келгендеріңізге.